Ассалаумағалейкум. Мен сіздерге iPhone-нан Quick-тің ішіне қалай музыка кіргізу жайында қазір кішігірім ақпарат беремін. Ол үшін Telegram-ды орнатып, Telegram-ның ішіне өзіңіз бір бөлек группа ашып аласыз, немесе бір арнайы музыка деген папка ашып аласыз ба. Соның ішіне жіберген, мысалға, кел Рамазан деген осы өлеңді қазір Quick-қа кіргіземіз. Олай Quick-қа кіргізу үшін кел Рамазанды проигрывать етеміз. Ол проигрывать етілгеннен кейін жоғары жағында мынау поделиться деген нәрсе бар. Осы поделицаны басамыз. Осыны басқаннан кейін мына жерде Telegram-ның ішінде контактыларды көрсетеді. Одан кейін сізге тағы қарай приложениеде ашу керек дегеннің ішінде мына жерде сохранить файлы деп тұрады. Сохранить файлыдың ішіне салсаңыз iPhone iPhone-ның ішіне сохранить дейсіз. Мен жаңа бір рет сохранить еткем, сондықтан заменить деп шығып тұр. Мен заменить дей салайын. Қаптатып не аламын. Енді Quick-тің ішіне кіреміз. Мына жерде қараңыз, нотаны сурет тұр, яғни бұл жерде музыка тыңдаймыз деп тұр. Сіздерде медиатека деген ашылғанша ақырындап рестарт етіп жүре бересіздер. Соның ішінде моя музыка деген ашылу керек. Моя музыканың ішінен аласыздағы тағы да кіресіз ішіне, медиатеканың ішіне кіресіз. Медиатеканың ішінде моя музыка деп тұр ғой, соның үстінен басасыздар. Мына жерде плюсті бассаңыз, обзор деп шығады. Обзорды бассаңыз, міне жаңағы менде бір-екі музыка тұр. Өзім үшін сохранить еткен, міне жаңағы біздің сохранить еткен нәрсеміз. Сонымен осы неміздің үстіне түседі, роликтің үстіне түседі. Осылай. Қосылды міне жыл тағы